ата-ана, ұлттық тәрбие. Бұл мәселелер қазіргі қоғамымыздың өзектілігіне айналып отыр. Сана мен тәрбиені біз қайдан бастаймыз? Әрине, біз осы орайда отбасыдан бөлек мектепте ұстаздардың беріп жатырған білімі мен тәрбиесіне жүгінеміз. Тәрбиенің ішінде рухани адамгершілікке, тәрбиеге көңіл бөлетін бірден бір пән өзін-өзі тану пәні. Армысыз, құрметті көрермен. Бүгін бізде қонақпен сұхбат айдары. Осы орайда бүгін біздің студиямызға өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі Гүлсара апайымыз келіп отыр. Қош келдіңіз. Өзін-өзі тану пәнінің енгізілу тарихына тоқтала кетсеңіз. Өзін-өзі тану рухани адамгершілік білім беру бағдарламасының бүгінгі таңда 20 жылдан астам тарих бар. Өзін-өзі тану жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға негізделген мемлекеттік эксперименттік білім беру бағдарламасы болып табылады. Пән жобасының авторы Бубик балалар қайырымдылық қорының президенті Сара Алпысқызы Назарбаева. Өзін-өзі тану пәні алғаш рет 2001 жылдан бастап сынақ жоба ретінде Қазақстанның мектептеріне енгізіле бастады. Ал 2010-2011 жылдары бастап өзін-өзі тану міндетті пән ретінде енгізілді. Өзін-өзі тану пәнінің ерекшелігі неде деп ойлайсыз? Өзін-өзі тану пәнінің басты ерекшелігі адами құндылықтарды оқытуда бағытталған шамшырақ іспеттес пән болып табылады. Өзін-өзі тану пәнінің басты мақсаты әр адамның ішкі құндылығын, тұлғалық қасиетін ашып, бағалауға үйрету. Жастардың бойында сүйіспеншілік, адамгершілік, мейірімділік сияқты жалпы адамзаттық құндылықтарды қалыптастыру. Сұхбатымыздың соңында өзіңіздің жылы тілегіңізді көрермендерге білдірсеңіз. Өзін-өзі тану пәні сан қырлы, айтар ойы, мақсаты оның мазмұнды. Жеке тұлға қалыптасса жан-жақты, болашағы болар елдің таң нұрлы. Өзін өзі өзгенінде таниды, мейірімділік, адалдыққа баулиды. Сездіретін жүректердің жылуын шәкірттерге бұл жақсы пән тартымды дей отырып, еліміздің ертеңі, ұрпақ тәрбиесіндегі ортақ мүддеміз үшін жасалып жатқан барша істерге сәттілік тілеймін. Жүрегіңізде махаббаттың нұрын сыйлай отырып, өмірге деген сүйіспеншілігіңіз арта түссін. Бүгінгі сұхбатымызға келіп, өз жауабыңызды бергеніңізге рахметімізді айтамыз.